Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз организмнің өсу және даму процестері. Бүгінгі сабақта біз өсу, даму, еңбек, ішкі және сыртқы факторлар терминдеріне анықтама беретін боламыз. Зат алмасу нәтижесінде организм салмағын және көлемін ұлғайтып, өзінің денесін құрайды. Өсу дегеніміз жаңа мүшелердің түзілуіне және организмнің көлемінің салмағының ұлғаюына әкелетін өте күрделі процесс. Кішкентай балапан үлкейіп өсіп, ересек құсқа айналады. Өсімдіктерде көктемде бүршіктен жапырақ жайылып өсіп, гүлдер пайда болады. Уақыт өте келе жеміске айналады. Өсімдіктің өсуі тіршілігін жойғанға дейін жалғасады. Кәрі, шіріген ағаш та көктемде бірнеше жаңа өркен шығады. Жануарлар белгілі бір жасқа дейін өсіп, белгілі бір мөлшерге дейін жетеді және өсуін тоқтатады. Осы процесті біз өсу деп атаймыз. Даму дегеніміз не? Ол барлық жүйелердің өзара әрекетінің және ұйымдасу күрделілігінің жоғарылауы нәтижесінде организмнің сандық және сапалық өзгеріс процесі. Даму процесінде осы биологиялық түрге тән ерекше және ұқсастығы бар организм түзіледі. Организмнің дамуына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді. Ішкі факторларға біз гормондарды жатқызамыз. Олар аз мөлшерде жасушада немесе жасушалардың тобында түзілетін биологиялық белсенді химиялық заттар. Өсімдіктерде жасушаның созылып өсуін қамтамасыз ететін ең басты өсу гормоны ол ауксин. Ауксиндер өсімдіктерде өсу процесінің қатынасын, яғни тамыры мен бұтағының ұзындығына, жуандығы мен дәлме-дәл пропорцияда болуын, ал бөрбасының крона дамуы бүтіндей тамыр жүйесімен теңгерімде болуын реттейді. Басқа да гормондармен бірге жапырақ түсу процесін реттейді. Жануарларда өсуші организмнің қалыптасуы жүйке жүйесімен реттелетін ішкі секреция бездерінің жұмысына байланысты. Мысалы, қалқанша безі, жыныс безі, гипофиз. Сіздер 8-ші сыныптан танысыздар, олармен. 2 аптадан соң уылдырықтан шығатын шөміш балық өзінің ересек тарасы құрбақаға ұқсамайтыны белгілі. Оның аяғы болмайды, желбезекпен тыныс алады және біртіндеп ересек бақаға айналады. Көптеген тәжірибелердің нәтижесінде ғалымдар қосмекенділердің метаморфозын реттеуші қалқанша безінің гормоны екенін анықтаған. Егер шөміш балықтарды қалқанша безінің гормоны бар суға жіберсе, онда оларда мерзімінен бұрын метаморфоз басталады. Мұндай шөміш балықтардан дамитын бақа өте кішкентай, мөлшері ірі шыбындай ғана болады екен. Ал сыртқы факторларға не жатады? Бұларға организмнің тіршілігіне әсер ететін жағдайлар жатады. Соның ішінде қоректену өте маңызды рөл атқарады. Қажетті толқынды нәруыздің, түрлі майлардың, көмірсу, минералды тұздардың, дәрумендер немесе витаминдер дейміз, судың болуының барлығы сыртқы факторларға әсер етеді. Қоректенуде бір элементтің жетіспеуі жануарлар немесе өсімдіктер организмнің қалыпты өсуі мен дамуын бұзады. Ылғалдылық, температура, атмосфералық қысым, жарық және басқа да факторлар даму мен өсуге әсер етеді. Егер бір жұмыртқалы егіздерді орта жағдайы әртүрлі орындарға ауыстырса, немесе орналастырса деге, онда олар бір-бірінен орта жағдайына байланысты дамудың белгілері бойынша ерекшеленеді. Адамның дамуына ақыл ойы мен дене еңбегі мен дене шынықтырудың да маңызы зор. Ал еңбек дегеніміз не? Ол адамның қоғамдық өміріндегі бірінші және негізгі шарты болып табылады. Тек бірлесе еңбек етудің нәтижесінде адам жер бетінде басқа тірі организмдердің ішінде басымдылық жағдайға ие болады. Тақырып түсінікті болса, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біз келесі сабақта жануарлар және өсімдіктер онтогенезінің кезеңдері туралы өтеміз. Яғни олардың жеке дамуы туралы білетін боламыз. Сау болыңыздар.